Марктың ата-анасы демалыс алып, бәрі Бурабай қорығына кетті. Ол үлкен әрі әдемі таулы отель бар, және олар ол жерден 2 бөлмелік номер сатып алды. Қасында өзен ағып тұрады, және сол жерде балық аулап демалуға болады. Марк отельде қалды, себебі соңғы кездері оның басы ауырды. Бірақ балконнан керемет көрініс болды. Ол әкесінің балық аулап тұрғанын көрді. Марк күліп, бір-біріне қол бұлғады. Кенет олардың арасында өскен қалың орманда бірдеңені көрді. Ағаштар арасында ұзын, жіңішке және бетсіз ол айқайлап қолын бұлғады. Ата-анасы бұны көріп бірден оған жүгіріп келді. Одан не болғанын сұрағанда, Марк не көргенін айтты. Анасы оған қызып кетіп бірден көрінген шығар деді. Бірақ әкесі оған күдікті қарады және көзіндегі мансыздықты байқады. Кешке әкесі келіп не көргенін сұрады. Марк сенбейсің деді, бірақ әкесі тұра алды. Әкесі оған қағаз қарындаш берді. Марк не көргенін салды. Әкесі оған біраз қарады. Сосын осы жерден кету керек деді. Түнде Марк біраз ұйықтай алмады. Оған біреу қарап тұрғандай болды. Ал ол терезенің артында тұрды. Марк төсекке жатып, парализованный болып қалғандай ештеңе айта алмады, және өз басында қандай да бір қорқыныш дауыс естіді. Тіршіліктің қолы маған дейін созылды, және осы уақытта бөлменің жарығы жанды. Бұл әкем болды. Бір қолмен бейсболдық таяқшасын, екінші қолмен есікті ұстады. Терезеге қол жоғалып кетті, ал Марк есіне танып қалды. Және Марк жолда есін жиып оянды. Олар көлікпен келе жатты. Оны әкесі құтқарды. Үйде олар ескі құжаттар мен сызбалар бар папканы алып шықты. Сосын ол бір кішкентай қызбен бірге тұрған суретін көрсетті. Бұл менің қарындасым. Ол 6 жасында жоғалып кетті. Мен ол туралы сендерге тым айтпаған едім. Бірақ ол қалай жоғалып кетті? Оны кім жасады? Міне, бұл менің қарындасым. Жоғалып кеткеннен бір күн бұрын ол сурет салды.